Корея мәдениеті төртінші және осы екінші кітаптың соңғы сабағы. 아플 때는 어떻게 해야 해요? ауырған кезде не істеуім керек деген тақырыпта сабақ болады екен. Оқып аударып түсіндіріп берейін. 몸이 많이 아플 때는 가까운 병원에 가야 해요. 몸이 아플 때 деген бір жеріңіз ауырған кезде денеміз, мом деген жалпы дене. бір жеріңіз ауырған кезде жақын ауруханаға бару керек дейді. 바로는 진료실에 들어가서 의사 선생님께 진료를 받으세요. 진료실 дегеніміз жаңағы ауруларды қабылдайтын бөлме. соған кіріп, дәрігердің қарауын, дәрігердің қабылдауында болыңыз дейді. айтқанын қабылдаңыз дейді. 진료 деген негізі ем, 진료 받다 деген дәрігерді қабылдауында болу деген сөз. 진료 후에 약이 필요하면 의사 선생님께서 조반전을 주실 거예요. жаңағы дәрігердің қабылдауынан кейін, егер дәрі қажет болса, онда жаңағы дәрігер 조반전 береді. Ол деген рецепт біздегі аударған кезде. яғни дәрігерлер дәрі жазып береді. осындай болады 조반전 деген. жеңіл ауруларға арналған дәрілер болмаса, негізі дәріханада, Кореяда дәріханаларда ондай дәрілер бермейді, осы 조반전 болмаса, рецепт болмаса арнайы. дәрігер осындай нұсқаулық жазып береді. дәрі жазып береді, дәрі тағайындайды. 이 조반전을 가지고 가까운 약국으로 가면 돼요. осы рецепті алып, жақын дәріханаға барсаңыз болады дейді. 조반전을 가지고 약국에 가면 약사 선생님께서 약을 지어 주실 거예요. осы рецепті алып дәріханаға барсаңыз, яғни дәрі фармацевт, якса, сізге дәрілерді дайындап береді. Кореяда қызық, осындай пакетке салып, азанда ішетін дәрілерді жинап, бәрін бір пакетке салып береді. түсте ішетінді, кешке ішетіндерді. және астына оған жазып қояды: 아침, 점심, 저녁 деп. осылай бәрін дайындап береді. дәріханаға барсаңыздар, сол шетінен осылай жыртып алып іше бересіздер. мұндай біздегідей қораппен бермейді дәрілерді. қанша осы рецепті қанша көрсетті, сонша ғана береді. 설명을 잘 들은 후에 약을 먹어야 해요. және осындай ол дәрілерді мынандай кішкене қалташаға салып береді.
оның сыртында осылай жазылады. Қай уақытта ішу керек екенін, қанша рет және қай кезде. Сонда жерде шиксаху, шикху, самшиппун дейді. Яғни тамақтан кейін 30 минут. Тамақтан кейін 30 минуттан кейін. Тамақ ішіп болғаннан кейін. Шикса чонху дейді. Тамақтың алдында немесе кейін. Шикчон, самшиппун. Тамақтың алдында 30 минут бұрын. Осылай сыртына белгілеп береді. Хару, мысалы, 3번, 3일부 бун. Күніне 3 рет және 3 күн ішу керек. Яғни күні берілген және қандай екені жазылған. Осындай тағы да осындай қалташаға салып береді осындай дәрілерді. Мінекей бүгінгі өткен сабағымыз осылай. Корея мәдениеті жайлы, жалпы Корея өмірі жайлы сабақ тыңдағандарыңызға рахмет.